Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай тез жасалатын салат дайындаймыз. Егер де менің рецептім ұнап жатса сіздерге, каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Салат жасау үшін керек заттар: бір капустаның жартысы керек, бір огурец керек, бондуэлл кукуруза керек және майонез керек. Енді огурцемізді үстіп бөліп аламыз да майдалап тураймыз. Огурцемізді осылай көлдіреңнен кесіп аламыз бірінші. Шұқалап кесе береміз, өйткені капустамызды шұқалап тураймыз жіңішкелеп. Өте жеңіл салат, әрі тез дайындалатын салат. Ешқандай уақыт алмайтын. Қиялап кесіп алған огурчелерімізді осылай қаттап жіңішкелеп тураймыз. Көктем кезінде ең оңай жеңіл салат. Күнделік дайындап жесе де болады. Тұрып алған огурцеміз бір ыдысқа салып, капустамен бірге қосып, кейін араластыратын боламыз. Капустамызды бөлікке бөлеміз де жіңішкелеп майлап турай бастаймыз. Тұрып алған капустамызды бір ыдысқа саламыз. Тұрып алған капустамызға шамалы тұз салып, қолдың көмегімен жақсылап мыжып аламыз. Тұздан басқалай қоспаймыз, өйткені кейін үстіне кішкене майонез қосып араластырамыз. Консервідегі жүгерімізді ашып, суын төгіп тастауымыз керек ішіндегі. Сөйтіп оның өзін салып, жүгерінің үстіне капустамызды саламыз, мыжып алған. Майонез саламыз ғана. Сөйтіп араластырамыз. Тұз салмаймыз, өйткені мен капустаны тұзда билеген тұғым. Міне біздің өте жеңіл салатымыз дайын болды. Жасауы да оңай. Осындай керемет жеңіл салатты күнде жасап жесеңіздер де болады. Егер де менің рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.